Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, нәзік, жасалу өте оңай әрі тез бір жасағаннан шығатын пирогтың рецебімен бөліскім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдымен ұнымызды өлшеп дайындап аламыз. Оның бетіне какаоны саламыз. Бір шым-шым тұзымызды саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Осылай бәрін жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға еліктен осылай өткізіп дайындаймыз. Енді еліктен өткізілген ұнның үстіне қантымызды саламыз керек мөлшерде. Холодильникте қатып тұрған сары майымызды бөлшектерге бөліп, осылай ұнның бетіне саламыз. Енді ұнымызды осылай майымызбен араластырамыз. Қолымыздың температурасына еріп кетпеу қажет. Сол себепті тез-тез осындай ұн мен майды араластырып, крошка жасаймыз осындай. Видеодағыдай. Мінекей дайын болды. Екі бөлшекке бөлеміз. Бір бөлшегі көбірек, екінші бөлшегі бетіне сепкенге қажет болады. Ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, осындай формамызға қамырымызды саламыз. Бортиктерін жасаймыз. Енді астыңғы жағын жұқалау қыламыз. Қалың болып кетпес үшін осындай шет-шеттерінің бәрін жұқалап басып, бортиктерін шығарамыз. Неке қамырымызды орнықтырдық. Енді бізге ішіне салатын начинкасын дайындау қажет. Бізге творог керек болады. Ванилин қажет. Онан кейін қантымызды саламыз. Және де жұмыртқа. Енді осының бәрін погружный блендермен жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Міне осындай видеодағыдай масса болу қажет начинкасы. Енді формамыздағы қамырдың бетіне осы начинканы салып шығамыз. Қасықтың көмегімен бәрін, шет-шеттерінің бәрін тегістеп реттейміз осылай. Енді қалған қамырымызды бетіне осылай салып шығамыз. Қасықпен басып тегістеп саламыз. Бортиктардың шет-шеттерін осылай қасықпен қамырларды тегістеп, осылай басып шығамыз. Қасықпен қиып шығамыз бортиктарын қамыр. Қасықпен тегістейміз. Дайын болған қамырымызды алып, қызып тұрған духовкаға 180 градусқа 35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Енді бетіне қант ұнтағымен сеуіп әдемілейміз. Дайын болды. Достар, негізі бұл пирогты королевский батрушка деп атайды. Өте нәзік, ішіндегі начинкасы өте дәмді.
неке дайын болды. Осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.